Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің шарапатты хадисінде былай дейді: «Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва амваликум, валакин янзуру иля кулубикум ва а'маликум». Расында Аллах Тағала сендердің келбеттеріңе қарамайды дейді. Ва амваликум, және де малдарыңа қарамайды дейді. Бірақ Аллах Тағала сендердің жүректеріңе және де амалдарыңа қарайды деп айтады. Жүрегім таза, ең бастысы ешкімнің ала-жібін аттаған жоқпын, ешкімге тиіспеймін, ешкімге соқтықпаймын, бірақ менің жүрегім таза деп жүретін адамдардың құлақтарына алтын сырға. Аллах Тағала егер жүректеріңе ғана қараймын десе, онда жүрегім таза деп қойып жүре берудің мән мағынасы бар екен. Пайғамбарымыз Аллах Тағаладың қай жерге қарайтынын айтып жатыр? Амалдарыңа қараймын деп жатыр, жүректен кейін. Демек, амалымыз не болу керек? Амалымыз әлбетте салихалы болу керек.